Сәлем, құрметті оқырман. Ата-анамыз үшін үшінші мәселе туралы айтпақпын. Олардың атынан садақа беру. Перзент ретінде ата-анамыздың артынан жасай алатын ең ізгі істеріміздің бірі олардың атынан садақа беру. Бір пақырды тойдыру, шәкірттің білім алуына септігін тигізіп жәрдемақы беру, шипа іздеген ауруға материалдық көмек көрсету деген сияқты садақа түріндегі құлшылықтарымыздан келетін сауапты ата-аналарымызға бағыштай аламыз. Алла тағаланың қазынасы шексіз, әрі ғибадат дегеніміз нұрлы сәуле секілді жасаған жақсылық бір сәтте бірнеше адамның амал дәптеріне жазылады. Ең бастысы біз жақсылық жасауға ниеттенгенімізде, оларды да ниетімізге ортақ етсек болғаны. Осыны хадисінде баяндаған пайғамбарымыз айтады: ата-анаңыз мұсылман болса, садақа ретінде жасаған ғибадаттарыңыз да ата-анаңызда қосып, олардың рухтарына бағыштаңыз. Абдуллах ибн Абыстың риуат етуі бойынша, сахаба Сағид ибн Бабдиннің анасы өзі жоқта қайтыс болады. Хазіреті Сағид пайғамбарымыздың қасына келіп: Алланың елшісі, анам мен жоқта бағиға аттанды, оның атынан садақа берсем сауабы маған да жазыла ма деп сұрайды. Пайғамбарымыз иә деп жауап береді. Сонда Сағид пайғамбарымызға қарап тұрып: Алланың расулы, сен өзің куә болғайсың, мынау бау-бақшамда анамның атынан садақа ретінде беремін дейді. Сахаба Сағид анасының атынан бау-бақшасын садақа ретінде беру арқылы анасының рухына сауап жолдайды. Себебі бақшадан пайдаланған әрбір адамның дұғасының сауабы Сағидтің анасының да амал дәптеріне көшіріледі. Мұндай садақаларға діни әдебиетте садақи жария, яғни сауабы тоқтамастан жалғаса беретін садақа дейді. Ата-ананың атынан мешіт, аурухана, мектеп, монша, су көзі, асхана тағы басқа салдырып халықтың игілігіне ұсыну садақа жария болып саналады. Ал төртінші мәселе қажылық және өзге құлшылықтарының қазасын өтеу. Ата-анамыз парыз құлшылықтарын ауру, сұрқау, жағдай келмеу тағы басқа себептерге байланысты өтей алмаған болуы мүмкін. Мұндай жағдайда артында қалған перзенттері олардың орнына кейбір құлшылықтарды өкіл ретінде атқара алады. Дінімізде әсіресе материалдық шығыны бар қажылық және зекет секілді құлшылықтарды өкілдік мүмкіншілігін таниды. Алайда қайткенде де парыздарды адамның өзі жеке басынан орындағаны абзал. Бір күні Жұхайна тайпасынан бір әйел келіп пайғамбарымыздан: анам қажылық жасауға ниеттеніп еді, бірақ қажылығын өтей алмастан қайтыс болып кетті. Оның орнына қажылығын өтесем бола ма деп сұрайды. Пайғамбарымыз: иә, өтесең болады деп жауап қатты. Сосын әлгі әйелге қарап: егер анаңның мойнында бір қарызы болса, оны да өтер ме едің деп сұрайды. Әйел: әрине өтеймін деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз: олай болса, Алла тағаланың ақысы саналатын қажылықты да өте, өйткені ақысын өтеу жағынан бірнеше кезекте Алла тағала тұрады. Алдымен Алла тағаланың ақысын өтеңдер деп түсіндіреді. Бесінші мәселе туысқандардан қол үзбей ата-ананың достарымен сыйластықты арттыру. Діни әдебиетте туысқандармен араласып, оларды қол үзбеуді силутур рахым дейді. Бұл Алла тағаланың ерекше мән берген мәселелерінің бірі. Себебі хадистерде туысқандарға ат ізін салмай кеткен адамға Алла тағаланың рахымы түспейді делінген. Ата-анамыз қайтыс болғаннан кейін де әкеміздің бауырларымен, олардың бала-шағаларымен, нағашы жұртымызбен араласып, әрі мұсылмандық борышымыз, әрі ата-анамыздың сыйлағандығымыздың белгісі. Осы борышқа адалдықпен қараған адамға Алла тағала сыйын асырып береді дейді. Сахаба Әбу Хайра пайғамбарымыздың осы жайында былай деген баяндайды: Алла тағала барлық нәрсені жаратқан кезде силутур рахым, туысқандық қатынас, яғни силутур рахым деген туысқандық қатынас орнынан түргеліп, сенің алдыңдағы осы тұрысым силутур рахымды үзген адамнан қашып саған сыйынғандығым деді Алла тағала. Жарайды, саған мән берген адамды қолдасам, саған мән бермей кеткен адамға рахымды түсірмей қойсам, разысың ба дейді. Сонда силутур рахым: иә, ризамын деп жауап берді. Сонда Алла тағала: онда саған осы құқық беріледі дейді. Оларды баяндағаннан кейін Алла тағала: қаласаңдар осыған дәлел болатын мына аятты оқыңдар. Ей мұнафықтар, егер сендердің құлдарыңа билік тисе, елді қырғын шығарып, тәртіпті бұзып, туысқандармен қарым-қатынасты парша-парша етсеңдер, міне бұлар Алла тағаланың лағнетіне ұшырап, құлақтары саңырау, көздері соқыр болған
адамдар дейді. Туысқандардан қол үзбей туысқандық қарым-қатынасқа терең мән беріп қарайтын адамға Алла тағала да разы болады деген.